әннің тұсаукесері болып орындалып тұрған ән. Мен осы республика күніне сүйемін туған елімді деп айдар және дәл сондай соған жауап беретін әнді іздегеніме біраз жыл болған. Міне сол ән қоржыныма түскен кезде мен дәл осы қазанның 25-і республика күнінде концерт өткізем деген шешім қабылдадым. Міне сол әнді тартып өткен және қазір орындалатын әнді тартып өткен бүгін әндерінің тұсауын кесіп отырған азаматтар сонау батыста Армат Алдамжар деген азаматтың әндері. Өздеріңіз білесіздер, менің 30 жылдан астам, 40 жылға жуық айтып келе жатқан әндерім өздеріңіз сияқты көрерменнің жүрегінен ыстық орын алған. Менің әр концертімде сол әндерді күтетіндеріңізді сеземін. Мен ауыл, жаңағы өздеріңіз тыңдаған, басқа да әндерім елдің көкейінде, бауырға деген ән болды. Міне сол көп шығар әндер, бірақ менің көңіліме қонған әндерді мен өз атымнан жеткізгім келіп айтып келе жатқаныма да біраз жыл болды. Міне сол әндеріме балама ретінде жаңа әнді, жаңа әндерді ән қоржыныма қосып, бүгін өздеріңізге тартып өткім келеді. Жаңағы әндерде айтқан ойым сияқты, біз бүгінгідей қилы заманда, бейбіт заманда, кешегі қырғын, нәубет, ашаршылық қазақтың басынан өткен. Ол кездегі қатарымыздың сирегенін түсінуге болады. Ол тарихтың бетінде жазылды. Бірақ бейбіт өмірде кейде қатарымыз сейіліп жатқаны жанымызға бататыны белгілі. Кешегі аталарымыз бен әкелерімізді айтпағанда, өз қатарларымыздың арасынан өмірден ерте озып жатқандар бар. Қазақ бірін-бірін бауыр тұтады. Біз қазақ ешқашан бөлген емеспіз. Сағрадайдың айтқанындай, әр қазақ менің жалғызым деп, міне сол бауырға деген үлкен сезім, алыстағы қаймана қазақ болса да, ой, апырмай бауырымыз екен ғой деп, кейде тебіреніп жатамыз. Міне сол бауырларға, бүгінде орны ойсырап қалған бауырларға арналған жаңа әніміз, Армат Алдамжар деген композитор бауырымның әні «Сағынам бауырларымды» деп аталады. Tuğlanday